Биыл елімізде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында тағы 27 студенттер үйі салынады. Аталған механизм іске қосылғалы 30 мыңға жуық студент жайлы жатақханаларға көшіп үлгерген. Студенттерді магистранттар мен докторанттарды жатын орынмен қамтамасыз ету бағдарламасына қатысқан өскемендік кәсіпкерлермен тілшіміз кездесіп қайтты. Ұлпан Сейітханова Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті. Наурыздан бері құрбыларымен жаңа жатақханада тұрып жатыр. Өзіңіз көріп тұрғандай, бұл жерде студенттер үшін бәрі қамтылған, кір жуатын машина болсын, жаңағыдай тамақ істейтін плитамызға дейін заманауи. Біз бұл жерде өзімізді өте еркін және комфортно сезінеміз. Болашақ филолог Әйгерім Әлімбекова жатақхана ақылды үймен пара-пар дейді. Студенттер үйін 10 айда салған серіктестік директоры мемлекетпен әріптестігіне риза, дегенмен басында күмәні басым болғанын айтады. Мы открылись в феврале. Біз ақпанда ашылдық, сонда барлығы мұндай уақытта кім келіп кіреді, қыркүйекте бастау керек еді десті. Бірақ наурызда студенттер кезекке тұрғанын көргенде таң қалды. Бірінші кезекте жатақхананы реконструкцияға қайта құру жолымен салуға болады. Яғни онда оған 47 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақша төленетін болады. Не болмаса салу жолымен, яғни онда 122 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленетін болады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша 4 жылда 124 жатақхана салынды. Оларға 8 жыл бойы мемлекеттік тапсырыс орналастырылады. Радмир мен Рамир серіктестігі осы уақыт ішінде мемлекеттен жатақхана салған үшін 418 миллион теңге алатын болады. Қаржы орталығы өкілдері төлем жыл бойы жүргізілетінін атап өтті. Айсәуле Сезбек, Астана Таймс.